Hello everyone guys. Ағылшындық оқушылар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біздің көріп отырғандарыңыздай сабағымыз тематикалық форматта өтетін болады. Бұл бізде Squid Games, яғни игра в кальмара деген дорамадан, фильмнен үзінділермен өтетін болады. Олай болса, мұқият тыңдаймыз. Сабағымызды бастайық. Let's get started. Жалпы, бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай? Ол ұбт-да жиі келетін тақырыптарды тереңірек түсіндіру, мысалдар келтіру арқылы әдістерді қолдану. Біздің сабағымыздың міндеті ол конспект деп алатын ақпараттарды қамту, яғни мен конспект жазатындай ақпараттарды, материалдарды беремін. Сіздердің міндеттеріңіз оны конспектлеп ару, және тематикалық, интерактивті әдістерді қолдану, және оның маңыздылығын жеткізу. Олай болса сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Біздің жоспарымызбен таныс болсақ, бүгін біз complex subject, complex object, causative construction және opposition деген төрт тақырыпқа тоқталады екенбіз. Олай болса, кеттік. Бірінші, complex subject тақырыбы. Complex subject дегеніміз не? Ол бізде атайтып тұрғандай субъект және объект болады ғой. Complex subject деген субъектті бірінші орынға қояды. Мысалы, ол бізде қандай сөйлем болуы мүмкін дейік. Мысалы, былай алайық. She is expected to be a good dancer. Яғни ол жақсы биші болуға күтілді. Кім күтілді? Ол күтілді. Яғни біз акцентті ол адамға қойып тұрмыз. Яғни subject бізде маңызды болу үшін біз оны сөйлемнің басына қояды екенбіз. Олай болса, complex subject'ның формуласы қандай? Subject plus to be етістігі plus verb 3 or past participle plus to және verb, яғни ол бізде белгілі бір етістіктер, ол бізде to be, to become, to expect, to start деген сияқты. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай барлық етістіктерді жаттап алу керек екен. Бізде to be етістіктері осы шақ am, is, are, өткен шақ was, were, және өткен шақтың past perfect шағы have been, had been, present perfect, past perfectтерді қолдануға болады. Және белгілі бір берілген етістіктерді жаттап алу керек. Және осылар арқылы біз complex subjectті жасайды екенбіз. Тағы бір қайталаймыз. Complex subject'ның формуласы қандай? To be plus verb 3 plus to verb. Және үшінші етістікті белгілі бір етістіктермен жаттап алуымыз керек екен. Олай болса кеттік, біз практика жасайық. Бізде complex subject'ті тап деген сұрақ келді делік. Мысалы, ұбт-да енді қараңдар. Бізде 6 вариант берілген. Бұл бізде не деген сөз? Бұл бізде көп жауапты болады деген сөз. Енді бірінші сөйлемді оқиық. I see him screaming loudly. Не дедік? Бірінші бізде subject тұр, одан кейін не тұру керек? To be етістігі тұру керек қой. Алайда мына жерде to be етістігі жоқ. Сондықтан бірінші вариантты тастаймыз. Екінші B вариантын қарайық. She is expected to be a good dancer. Дұрыс, guys. Мен жаңа ғана айтқан болатынмын. She, subject, plus to be етістігі тұр is. Одан кейін past participle немесе verb 3 тұр expected. Және to be ол бізде тағы да to plus verb a good dancer арғы жалғастырып кете береміз. Яғни бізде B варианты дұрыс. Келесі вариантқа көшейік. C варианты don't tell me a lie. Бірінші бізде subject тұру керек, алайда бұл жерде subject жоқ, яғни өшіріп тастаймыз. Келесі D варианты перизат subject is to be етістігі sure verb 3 және to leave ол бізде to plus verb her house. D варианты дұрыс болады. Келесі if only you had experience. If only деп басталып тұр. Яғни бұл жерде бірдеңе дұрыс емес сияқты. Яғни subject жоқ, to be жоқ, формулаға мүлдем сәйкес емес. Және де ең соңғы it is unlikely to win the race. Өте дұрыс оқушылар, бұл да бізде дұрыс жауапқа жатады. Неге? It бұл бізде subject болып тұр, is unlikely to be, яғни формулаға түгелде келіп тұр. Яғни қай варианттар бізде дұрыс болады екен? Ол бізде B, D және де F варианттары екен. Дұрыс. ұбт-да оқушылар тура осылай келетін болады. Келесі кезекте біздің комплекс объект тақырыбы екен. Комплекс объект дегеніміз не?
Жаңа біз комплекс сабжект өттік. Ол жерде адам, яғни субъект, ол басты орында болды. Ал қазір бізде комплекс объект, яғни объект ол басты орында. Ол болса кеттік, қарайық. Бізде комплекс объекттің формуласы комплекс сабжектке қарағанда күрделілеу болуы мүмкін. Алайда уайымдамаймыз, жаттап алсақ ол өте оңай. Біз оны бір бургер деп қарасақ болады. Қарайық. Біз бірінші бургерді жасамас бұрын, бірінші булочканы қоямыз. Ол бізде verb, одан кейін ішіне начинкасын саламыз, там котлеты, салат, помидор, қияр деген сияқты. Ол бізде объект болсын, и одан кейін қайтадан булочка саламыз, яғни ол қайтадан нан ғой, біз қайтадан verb қоямыз. Verb, object, verb. Яғни біздің комплекс объекттің формуласын VOV деп жаттап алсақ болады екен. Бірінші біз S айтпаймыз, неге? Себебі бұл өзі міндетті түрде болу керек нәрсе. Бірінші subject жүреді. Одан кейін қандай verb жүреді? See, hear, watch, notice, observe, listen, feel деген сияқты сезімді білдіретін етістіктер немесе make, let, have, немесе want, expect, tell, ask, would like, order және тағы басқа етістіктер жүреді екен. Турамен берген түсінді жаттап аламыз. Одан кейін object жүреді. Object деген кім? Object деген адам. Me, you, him, her, it, us, them деген сияқты. Және қайтадан verb жүреді. Ол бізде verb ing немесе bare infinitive, немесе to infinitive болуы мүмкін. Окей, guys, формула бізде осы. Мысалы, бұтыда қалай келетінін көрейік. Practice time. Қараңдар, не дейді? The correct sentence in complex object дейді. Бізде 4 вариант берілген, яғни осылардың біреуі ғана дұрыс болады деген сөз. Біріншісін қарайық. He moved to London. Неге дұрыс емес? Себебі формулаға сай емес. Келесі, he made me speak English every day. Қараңдар. He subject тұр. Made бұл бізде не? Verb. Made деген make, let, have деп келді. Made бізде make'тің өткен шағы. Окей. Me, he made me, ол мені жіберді, жасадым. Me ол бізде object болып тұр. Speak қайтадан verb болып тұр. Яғни бургер салып тұр бізде. Verb, object, verb. Ол бізде өте дұрыс. Бұл бізде complex object, яғни B варианты дұрыс екен. Қалған варианттарды қарастырайық. Have you seen my new clothes? Дұрыс па? Бургер жоқ. Келесі, I can't see you in front of the school. I can't see verb тұр. You object болсын, бірақ арқадай verb жоқ, етістік жоқ. Сондықтан бұл да бізде дұрыс емес екен. Келесі causative construction. Causative construction деген не? Ол бізде кішкене complex object subject'тің формулаларына келеді, алайда мүлдем басқаша. Бірінші мен мысал айтайын сіздерге. Бір сөйлем болады. Someone delivered me a package. Complex subject бір сөйлем бар. Бірақ біз causative construction'да I had or I got a package delivered. Не дедім? Мен пакетті бөлінген пакованный пакетті алдым дедім. Had немесе got арқылы жасаймыз. Яғни causative construction ережесінің бір басты нәрсесі ол have және got, get екен. Немесе had, got ол бізде өткен шақтары. Плюс noun, зат есім, plus verb 3 екен. Осы үш формуланы көретін болсақ, осы формула ол бізде causative construction болады екен. Окей, practice time. Бұтыда қалай келетінін көрейік. Бізде мынандай 4 вариант берілген, оның біреуі ғана дұрыс. She has bought a new table. She has, окей, have-тың has тұр, бірақ bought деген ол бізде verb, бізге noun керек. Динара saw жоқ, having жоқ, дұрыс емес. I am having my car washed. Oh my god, өте дұрыс жауап. I am subject, having, одан кейін my car noun, одан кейін past participle washed тұр. Бұл бізде дұрыс жауап. Және соңғысы he is considered to be the best. Неге дұрыс емес? Себебі he subject, окей, to be past participle, және to be бұл бізде не? Complex object болады. Жатастырмаймыз оқушылар. Causative construction тапқан кезде міндетті түрде have және get болу керек subjecттен кейін, одан кейін noun болу керек, одан кейін verb 3 болу керек. Все, формуланы жаттап алсақ, бәрі оңай. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Келесі тақырыпқа көшейік. Ол бізде opposition тақырыбы. Opposition деген не? We use opposition to refer to the same person or to the same thing.
the usage of two nouns or noun phrases in one sentence. Яғни бір нәрсені екі рет айтып тұрғанда, бір нәрсеге екі рет description беріп тұрған кезде біз opposition деп аламыз. Мысалы қарайық. Square Game, the most popular Korean drama, is going to shoot third season. Не дейді? Square Game, игра в кальмара, the most popular Korean drama, Кореяның ең танымал дорамасы, ол факт. Кореяның ең танымал дорамасы ол бізде игра в кальмара 3-ші сезонын түсірейін деп жатыр дейді. Яғни біз мына жердегі the most popular Korean drama деген бөлігін алып тастасақ та, ол түсінікті. Яғни бұл бізде тек қана қосымша ақпарат беріп тұр. Бұнсыз да сөйлем мәнін жоғалтпайды. Бір нәрсені екі рет қайталап анықтама беріп тұрмыз. Это есть opposition. Енді біз oppositionды қалай анықтаймыз? Ол бізде үтір арқылы ерекшеленуі мүмкін, екі жағынан үтір немесе просто сөйлемді аудару арқылы білсек болады екен. Бұл бізде өте оңай. Менің ойымша бұған практис керек емес, тек қана сөздерді білу керек. Осымен болды оқушылар. Сабақтарға қатысқандарыңа рахмет. Сендерге осы тақырыптар түсінікті болды деген ойдамын. Және де формулаларды жаттап, конспектлеп жазып аламыз деп ертең ОБТ-да бұлар міндетті түрде келеді. Және де мен қолданған әдебиеттердің тізімі ол бізде Аспект кітабының 11-ші сыныбы, Action кітабының 10-шы сыныбының артындағы грамматикалар, және де Prop NT сайтынан мен нұсқалар алған болатынмын. Және де British Council деген сайттан тағы қосымша ақпараттар алған болатынмын. Сендер егер де осы ақпараттарды тағы тереңірек білемін десеңдер, осы сайттарға, кітаптарға қарасаңдар болады. Қорытындылай келе, оқушылар, бұл тақырыптар ОБТ-да, ОБТ спецификациясында, тест-центр сайтында берілген. Және де ертең 100% олар ОБТ-да келеді. Сендер ол тақырыптарды 100% меңгерулерің керексіңдер. Егер де максималды балл жинағыларың келсе. Және де міндетті түрде конспект жазуларың керексіңдер. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңа рахмет. Всем bye everyone.